Ассаламу алейкум. Сабағымызды жалғастырайық. Төртінші сабақ. Жалғастырудан бұрын бір қайталап кетейік. Бұл алиф әрпі болды, ра әрпі, зәй әрпі, зә әрпі, келесі мим әрпі. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында осылай жазылады. Бұл тә әрпі, сөздің басында, сөздің ортасында, соңында. Нун әрпі. Нун әрпі, з әрпімен шатастырмаңыздар, з әрпі, ол өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Нун әрпі жалғанады. Я әрпі, я, и, ю. Бә әрпі, нүктесі астында, бір нүктесі астында. Кәп әрпі, ләм әрпі, және уау әрпі. Өткен сабақта біз осы уау әрпімен тоқталған болатындығын. Уа, ой, у деп. Бір қайталап кетсек, рау, нау, ләу. Келесі бүгінгі тақырыбымыз хә әрпі. Яғни бұл әріп өте жіңішке оқылады. Көріп тұрғандай, ешқандай кедергісіз шығады. Өзінің алдыңғы әріппен де, өзінен кейінгі әріппен де жалғанып жазылады. Сөздің басында осылай жазылады. Яғни мұны бір шеттен бастаймыз, осылай бастап алып келеміз дағына, осылай алып кетеміз. Және сөздің ортасында, сөздің соңында. Мұны да сөздің соңында осылай жазылады. Екеуі кішкене екі түрлі. Неге? Себебі алты әріп, естеріңізде болса, алты әріп өзінен кейінгі әріптерге жалғанбайтын әріптер. Олар ра, зәй, зәл, алиф, уау. Осы алты әріптермен егер сөз келсе, бір сөзді келсе, осылай жазылады. Өйткені бұл әріптер өзінен кейінге жалғанбайды. Ал жалғанатын әріптермен осылай жазылады. Кеттік. Енді мен бәрін дерлікке толық оқымаймын. Енді сіздер өздеріңіз оқи алуларыңыз керексіздер. Сондықтан мен қысқада оқып кетейін. Хә, хи, ху. Хәб, хәм, хәл, хуа, хия, хум. Осы жерде сөзді қорларыңыз көбейтіңіздер. Хуа деген он. Ол ер кісіні айтамыз. Хия, ана. Ол әйел кісіні айтамыз. Мәселен, хуа муаллим. Хия муаллима. Хум, олар ер адамдарға айтамыз. Ани. Араб тілінде ер тегі және әйел тегі деген бар. Сонымен енді қалғанын өздеріңіз оқисыздар деген үміттемін. Аса қиын емес себебі. Келесі әріп фә әрпі. Фә. Бұл әріп, яғни өзінен алдыңғы әріппен де, өзінен кейінгі әріппен де жалған жазылады. Фә әрпі үстіңгі күрек тістің астыңғы еріннің ішкі жағына тиюі арқылы шығады. Біздің осы қазақ тіліндегі фә әріпіне ұқсайды. Фә, фи, фу. Фәм, фән, кәф, фәләк, кәфән, нәфәр. Фауру, фаузу, фәхму, фикру, зифру, кифру. Ары қарай өздеріңіз оқыңыздар. Келесі әріп қоф әріпі. Қоф. Яғни қоф әріпі тіл түбі тіл түбі тілшіге кішкене жақындауы арқылы жуан дыбысталады. Қ. Бұл әріп алдындағы және өзінен кейінгі әріпке жалғанып жазылады. Жазылу үлгісі сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің соңында. Қ деп дыбысталады. Яғни қ, қи, қу, зуқ, қим, қул, құм, қип, қих. Аудармасын айтатын болсақ, осы жерде қул, айт деген мағына береді. Айт. Құм, тұр. Қиф, тоқта. Ары қарай өздеріңіз оқып кетіңіздер. Енді мына жерде салыстыру бар екен, салыстыруды айтып кетейін. Қодар, кәдар, фәләқ, фәләк, фәрқу, фәрку. Келесі әрпіміз шин әрпі. Ш деп дыбысталады. Шин әрпі тілдің ортасын таңдайға жақындату арқылы шығады. Көріп тұрғандарыңыздай. Өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі әріптерге жалғанып жазылады. Сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің соңында. Ша, ши, шу. Уаш, буш, шәр, шақ, шән. Ары қарай оқыңыздар, еңбек етіңіздер. Кеттік. Син әрпі. Син әрпі де қиын әріп емес сондай.
оңай әріптердің бірі кәдімгі с әріпі. Бұл қазақ тілінде де, орыс тілінде де, көп тілдерде бар. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында. Сә, си, су. Бәс, сәм, сир, син, сил. Сәфәр, сәқар, сәбақ, сәләк, сәмәк. Кетті. Сә. Сә. Суретте көрініп тұр, сақау с, яғни екі тістің ортасында сә әріпі тіл үшін жоғарғы және төменгі күрек тістердің арасына ұстап, сақауша дыбысталады. Сә. Сә. Ағылшын тілінде де бар, thank you, I think деген сияқты. Бұл әріп өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі әріптерге жалғанып жазылады. Сөздің басында, және сөздің соңында. Сә, си, су. Бәс, сиб, сәм, син, сәмән, сәмәр. Ары қарай өздеріңіз оқыңыздар, салыстыруларды оқиын мен. Яғни, кәдімгі син әріпі бар, ешқандай кедергісіз, барлық тілде, қазақ тілінде де бар, орыс тілінде де кәдімгі с әріпі, және с әріпі бар. С. Сақауша екі тістің ортасында, яғни тіл ұшы жоғарғы және төменгі тістердің арасына ұстап с сақауша дыбысталуы. Яғни сәмәр, сәмәр, сәбіту, сәбіту, сәлсу, сәл, су. Енді бұл сод, сод әріпі. Яғни сод әріпі тіл ұшының астыңғы екі күректің қызыл етіне тиюі арқылы жуан дыбысталады. Сод, сод. Тіліңіз қай жағына тисе де, өзіңіз оң жақтағы күрек тісіңізге ме, немесе сол жақтағы бастысы со деп жуан дыбыстауыңыз керексіз. Со, сы, су, сод. Сум, сыйф, фас, сора, собар, басор. Келесі әріп. То. То, яғни таңдайға. Бізде бар ғой, таңдайын тақылдатпайды. Бұрын кішкентай кезімде то деп тақылдататын едік, солай дыбысталады ол енді. То әріпі тіл ұшының бір бөлігі үстіңгі екі күрек тістің қызыл етіне тиюі арқылы жуан дыбысталады. Яғни то. Бұл әріп өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі әріптерге жалғанып жазылады. То, той, ту. Той, той, шот, бот, қот, фақат, фақат. Уатон, толап, торап, тухру, тыфлу, тыфлу, мотор. Келесі әріпіміз джим әріпі. Джим. Бұл кішкене жіңішке айтылу керек, джим. Яғни джим әріпі тіл ортасының таңдайға жақындатылуы арқылы д мен ж әріптері қосылғанда дыбысталады дейді. Яғни жә, жи, жу. Жәм, жәр, джин, жәб, джул, жәбәл. Сонымен 9 минутқа жеткен екен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Келесі әріпіміз хо әрпімен басталады. Ассаламу алейкум.